Ассаламу алейкум, сіздермен Нұрбиш Амарқызы. Бүгін каналымызда өзімнің компот жабудағы әдісіммен бөлісетін боламын. Бұл жерде түрлі жемістерден өрік, қара өрік немесе қаралы дейміз, слива және алманы қосып дайындайтын боламыз. Әуелі банканы жуудан бастаймыз. Жай ғана шайып қоймай, жақсылап осылай жуып алыңыздар, тазалап. Одан кейін күнге шығарып қойыңыздар, немесе жаңағыдай төңкеріп қойсаңыздар өзі кебеді. Аса қатты күнге шығарудың қажеті жоқ, өйткені біз соңында бәрібір стерилдейміз. Одан кейін жемістерді жақсылап жуып тазалап алыңыз. Компотқа қосатын жеміс міндетті түрде кішкене қаттылау болу керек, езілген түрін пайдаланбаңыздар. Сосын шіріген жері болса, міндетті түрде оны қолданбаңыз. Оны варенье немесе басқада жем жасауға болады. Шіріген жерін алып тастап, қалған жерін қосуға, ал компотқа осындай бүтін дана-данадай болып тұрған пайдаланыңыз. Өрік таңдағанда да жаңағыдай қаттылауын, сырты қаттысын, қатты бірденен езіліп кетпейтін өрікті таңдау қажет. Және бізде алма, бұны қазір жақсылап ашып тазалаймыз. Ашығанда қабығын емес, тек қана ортасындағы дәнін, керек емес жерлерін алып тастасаңыз болғаны. Бір алманың өзін 2 немесе 4 бөлікке бөліңіз. Егер қатты үлкен деу алма болса, оны жаңағыдай банканың аузына сиятындай ыңғайлы етіп бөлсеңіз болады. Міне барлығын жақсылап тазалап алдық. Жемістеріміз дайын. Енді келесі этап, бұл суды қайнатып аламыз. Кәдімгі кастрюльге толтырып суды құйыңыздар, бірақ барлығын толтырып жібермеңіздер. Жаңа жемістер саламыз, тасып кетуі мүмкін. Одан кейін қайнап шыққаннан кейін құм шекер қосыңыздар. Құм шекерді қосып, кішкене ерігенін күтіп, тағы да қайта қайнауын күтіңіз. Олған дейін біз жаңа қақпақтарды стерилдеп аламыз. Мен осылай суға 1-2 минуттай қайнатып аламын. Осы қайнап болғаннан кейін бір шетке алып қоямын. Яғни қақпақтарымыз аластандырып алуымыз қажет. Ал банкаларды мантоваркаға суды қойып қайнатып, немесе шәугімнің аузына осылай 1-2 минуттай қойып стерилдеп аласыздар. Яғни заластандырасыздар. Міне біздің суымыз қайнап шықты, ішінде құм шекер толықтай еріген. Бірінші кезекте алманы саласыз, тек өзің ғана. Бұл жай ғана құрамында кішкене артық газдері шығып, және ісінеді. Мен 3 минуттай қойдым, 3 минуттан кейін өрік саласыз. Өрікті де 1 минуттай қосып қайнатасыз. Өрік өзі кішкене қатты суда қайнап жатқан кезде сәл бетіне қарап шығып, көтеріліп бастайды. Міне қараңыздар. Сол кезде ғана жаңа слива немесе қара өрік деп айтамыз. Көбіне слива деп айтып кеткенбіз. Осы сливаны қосасыз. Мендегі слива өте жаңағыдай қаттысын таңдай алмадым, өйткені олар өте қышқыл болды. Сондықтан тәттісін таңдағандықтан олар бірденен суға салғаннан жарылып кете берді. Бірақ ол ештеңке етпейді, қайта сіздің компотыңыз дәмді болып шығады. Міне енді осы кезде дәмін көріңіз, жаңа құм шекерін тексеріп алыңыз, тәттілігін тексеріп алыңыз. Одан кейін банкілерге құйып бастаймыз. Жалпы айтқанда сливаны салғаннан кейін 30 секундтан кейін жаңағыдай банкілерге құя берсеңіз болады. Жаңа көргендеріңізде жемістер бетінде қалқып тұрды. Банкілердің барлығына бірінші осылай жемістерді үлестіріп салып аламын. Мен соңғы 5 жылдан бері осылай істеп жүрмін. Суды қайнатып аламын да барлық жемістерді салып, ішінде бір пісіріп аламын. Сол кезде банкының атылуы да андай төмендейді. Менде мүлдем жаңа компот жапқан кезде, осылай жапқан кезде банка атылмайды. Мен бұрындары жаңағыдай әрқайсыны жеке салып, су құйып, төгіп, сондай істеп жататын едім. Бірақ қазір жоқ, мен осылай жаңағыдай ішінде езіліп кетсе де, басқа болса да, мен осылай жемістерді бірден салып алып сөйтетін болдым. Оның үстіне ол менің жұмысымды да жеңілдетеді, уақытымды да үнемдейді. Құрметті көрермендер, мына жоғарыда тұрған Нұрбиш Әмір деген менің Instagram парақшам. Сіздерге осы видеоның астына тікелей сілтемесін қалдырып қойдым. Тіркеліп кетіңіздер. Ол жерде күнделікті стористе қысқадан нұсқа рецепттермен және асханаға арналған лайфхактармен бөлісіп отырамын. Ал каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені жаздың мезгілінде сіздерге көптеген осы қысқа арналған банкі жабудың түрлі рецепттерімен бөлісетін боламын. Бұл жерде көріп отқандарыңыздай 3 түрлі жеміс бар: өрік, қара өрік және алма. Келесі кезекте тек қана алма және қаралының өзінен ғана жасадым. Әдеттегідей бірінші суды қайнатып аласыз, одан кейін үстіне құм шекер қосасыз. Құм шекер еріп болғаннан кейін жемістерді саламыз. Бірінші болып алманы 3 минуттай қайнатып алыңыз, жақсылап.
Одан кейін ғана қара өрік, яғни сливаны қосамыз. Оны 30 секунд ұстасаңыз ғана жетеді. Түсі бірденен шығады. Ұзақ қайнатып жіберсеңіз, ішіндегі етті жері тарам-тарам болып кетеді. Және оттың асын төмендетіп, ыстық күйінде банкілерге құйып шығасыз. Қақпақтарын жақсылап жауып болыңыз. Қақпақты жауып болғаннан кейін міндетті түрде тексеріңіз, жаңағыдай жатқызып, су ағып жатыр ма, ағып жатқан жоқ па, тексеріп болғаннан кейін жаңағыдай қараңғы бөлме дейміз, немесе төңкеріп қоясыз да керісінше төңкеріп қойып, жаңағыдай 1-2 күнге бетін қалың көрпемен, затпен жауып қоясыз. Компотыңыз дайын. Бұл да бір компот жабудың әдісі. Әсіресе қыстың күні тұмау болып қалғанда, жиі сусын қажет болады. Сол кезде осы компоттардан ішіп, рахаттанып отырасыздар. 1 күндік жемісіңіздің арқасын ертең қыс бойы көресіз.